біздер телефондағы контакт приложениесін жасап көреміз. Ол үшін 10 minutes mail дегенге сайтына кіреміз. Регистрацияны, мысалы, біз бүгін немен жасауымыз келіп отыр. Искусственный интеллектпен жаңағы помощник, помощник танк болды ішіндегі осыны, сол үшін осы нені аламыз. Временный парольді беріледі, ол копировать етеміз. И регистрацияға соны қойып, sign in with email басамыз. Сол кезде мына жерге бізге сообщение келеді. Осы аккаунт арқылы кіріп, мен бесплатный 2 токен ала аламын. Бұл 10 minutes mail бүкіл нелер үшін, регистрация үшін жарауы мүмкін. Енді не қалау керек маған? 3 тап. I am going to make contact app with a 3 tab, bottom tab, title 3 tab, 3 tab in the bottom tab navigator. First screen deselect in the bottom tab navigator. Первый экран не был керек. Data viewer list бар и data viewer grid бар. Data viewer list with custom layout, photo, name, telephone, and timestamp деген сияқты нәрсе тұрады. Екінші скринда profile page screen is profile page where қайда не істейміз біз profile page'нің ішінде не жазамыз, бізге үлкен one image for button in one row and to label text болу керек екіншісінде. Үшіншісінде telephone dial үшінші screen is telephone dial where так, кнопкаларды мен өзім жасай саламын. Бізге не керек? Text input with қанша кнопка бар бізде? 12 кнопка бар. Еще позвонить и удалить, да? То есть 13, хотя қандай? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 бар. То есть 12 кнопка, 12 button. Numbers from 1 to 9 and numbers from 1 to 9 и какой еще? И call and delete. And design colors like in real iPhone contact app. Давай попробуем. Generate project. Ждемся.
айтып кетейін, жалпы бұл проект қатты қиын емес, бір бар заттың қайталануы. Басынан бастап жасаған кезде көп нәрсе түсінікті болғаннан кейін қайтадан жасап жатырмын бұл видео. Қазір міне магия бітті. Енді өзіңіздің приложениеңізді осылай қарсаңыз болады. Міне edit favorite message. Осы жерге имиджді өзіміз қоса саламыз. Мынау идеальный болып шықты, вообще перфект. Окей, все, теперь закрываем. Күшті шықты. Қазір мен есікті ашып жіберейін, ары қарай түсіндіремін қалай жасау керек екенін. Сабақ басталды ма? Перемена ма? Так, мына жерде қараңыздар. Бүкіл нәрсе, көп нәрсе дайын. Бізге даже база даннықты құрып берді. База данныхтың ішіне кірсе, мен новый адамдарды қоса аламын ішіне. Екінші профайл, адамның суреті, мына жерде бүкіл нәрселері, келесі dealer, то есть кнопка бәрі бір линияда, әдемі шықты. Енді тек қана блоктармен біз не істейміз? Бүкіл мына база данныхқа әсер ету арқылы бүкіл нәрсені сақтаймыз. Қараңыздар. Фото бар, name, photo, picture, timestamp бар, супер. Енді давайте бір адам қосып жіберейік. Саламатсыздар ма? Давайте, короче, былай. Асқар десең, мен фотом шығам екен, имидж істесең. Асқарлар осындай ма? Жұмаділдаевты аламыз ба? Давайте осыны Мамин, Асқар Маминді алайық. Скопировать адрес изображения дейміз. Контакттың ішіне, база данныхтың ішіне енгіземіз фотосын. Енді өте ұзақ болған соң, всегда URL-ді соңғы жасау керек. И, например, Асқар Мамин. 758-751-44. Timestamp. Просто copy-paste. Все, закрываем. И мына жерде қараңыздар. Суреті тұр, қазір мына жерге қосылатын сияқты. Запуск жасаймыз, көреміз. Асқар Маминда шықты. Енді мен мынаны басқан кезде бір нәрсе болу керек. То есть мен мынаны басқан кезде бір нәрсе болу үшін мен не істеймін? Программасын жазам, блоким. Контакттың ішінде, мысалы layout'ың ішінде не бар? Контакт деген item клик болған кезде бір нәрсе болсын дейді. Мысалға, when add variable item row ID select contact to item ID дейді. Navigate to profile болу керек. Давайте өзіміз жазайық, қате болып тұрған соң что-то шықпай жатыр да. Профайлды басамыз. Мына жерге variable'ды сақтаймыз. Мысалға RID деген. И set variable RID to row ID дейміз. Өзі бергенде біз не істейміз? Item ID дейді. Item ID set variable select contacts ID. Окей, мынаны row ID береміз. Енді мынаны алған кезде when profile opens, мына жерде contact view деген бар. Сәлем қыздар, кімдер? Сендер рұқсат сендерге. Сендерде ереке ала ма, ертағын ағай? Сояқта болыңдар. Енді қараймыз былай, data row. Мына жерге біз өзіміздің немізді қоямыз, өзіміздің программамызды. Жалпы
бүкіл нәрсе data source'ның ішінде get value деп солай аламыз. То есть біз row ID-ді и так не істедік, ID ретінде қолданамыз. Variable ID. Осындай үшеуін шығарсақ, үшеуі де бізге күшті бір результат шығарып бере алады. Мысалға, фотоға фото, nameға name, фонға фон. И мы должны что сделать? Проверить. Контактыдан, мысалы, маминді асқарласам, асқар мамин шығу керек. Назад Джон Дой бассам, Джон Дой шығу керек. Бұл уже бір задание, да? Но енді екінші, үшінші заданияға келейік. Deal деген кезде, мен мыналарды басқан кезде не болу керек? Мен басқан кезде мыналар жазылу керек. Қыздар, контактты тапсырамыз, давайте. Input қалай өзгеру керек, кнопкалар қалай өзгеру керек. Мысалға, каждый жерде кнопкада, да, deal бар, да? Я никого не записывал. Да? Да, я записывал. Сейчас чат откроем, посмотрим. Deal 2, deal 3. Не болу керек, мысалға бір жаңа variable ашылу керек, да? Variable number. Variable number, текст пустой. И каждый раз, когда я нажимаю кнопку, то есть жерде не басылған сайын, бізде не болу керек? Оған сақталу керек. Значит, set variable number, текстқа кіреміз, variablesқа кіреміз, бірінші текстқа кіріп join'ды таңдап, variable'дың ішінде number'ды қоямыз да, и жаңағы бір болса, значит, бірді қоямыз да. Түсінікті, да? Мынаны давайте удалить етіп, мынаны дупликет жасайық. 2 болса 2, 3 болса 3, сіздер бүкіл нәрсені солай жасайсыздар. Окей, 2, 3, 4 деген сияқты. Мен тек қана 1, 2, 3 пен жаңағы кнопка удаления деген звонка, delete жасайым. Потом кнопка звонканы жасайым, кнопка call, dealer деген кім екен. Dealer, им жерде variable number, то есть call деген бар программаның ішінде. Call phone number'ды алсаңыздар. И қандай, угадайте, не тұрады мына жерде? Иә, дұрыс. Просто phone number тұрады. На удаленияда біздер, наоборот, кішкене substring деген нәрсені қолдану керекпіз. Ол новый, не? Біздің қолданатын нәрсеміз get substring. Жерде in text, то есть number variable тең болады неге? In text біздің бар ABC-ның ішінен get substring from letter 1 till letter 2. То есть бізде қанша білу үшін бізде length деген бар текстің ішінде. Length of ABC минус 1 болу керек. Значит, length'та біздер математиканы қосып қоямыз. Удалим. Минус 1. То есть length of variable number минус 1. Сол кезде бізде біріншіден предпоследнийға дейін сандарды алып сохранить етеді өзіне. И, например, set деген бар, set. Text input, set text input text. Каждыйында осындай set text input text to number дейсіздер. Енді қараймыз. Так, 1, 2, 3 деп жазамыз. Удаленияны басқан кезде не удалять етіледі? Так, не басынан удалить етіліп жатыр да. Так, қай жерде қайтеміз? Біздің соңынан удалить етілу керек. Енді звонок жұмыс жасап тұр. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Разрешите вызвать десеңіздер. FaceTime арқылы жалпы телефоннан запускать еткен кезде звондалады. Көрдіңіздер ма? Именно сол номерға. Бұл 3 проекттің біткені. Осы 3 проекттің біткені. Контакт, профайл и так далее. Егерде
AI-мен жұмыс істемесеңіз, каждыйдың өзін әдемілейсіз да, мына тексттерді, профайлдың суреттерін деген сияқты. Мына жерде edit, share, call деген бір кнопка болу керек. Соны да настроить ете салу керек. Мысалға, профайлдың ішінде when click share деген болса, давайте оны звонок қылайық. То же самое, то что call, phone number дейік. Қандай номер, қай жерден аламыз? Дәл осы жерден мен phone деген жерден мынаны дубликейт етіп, осының ішінен аламыз. Қайсысы шықты соны. Енді мынаның дизайнын кішкене өзгертейік. Мына жерде share емес, call дейік тексті. Все. Енді біз осы жерден басқан кезде тоже звондалу керек. Мынау неге сурет ашылмады, өйткені сурет таңдалмады. Енді то же самое жұмыс істеп тұр.